Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін менде қысқа дайындық, яғни көкөністер мен аскөктерді мұздатқышта қатырмай, тоңазытқышта қалай сақтауға болатыны менен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, қажеттеріңізге жарап жатса, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шанын басып, қазақша контентті қолдап тіркеле кетіңіздер. Алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп, және пышақпенен ұсақтап турап аламыз. Келесі кезекте болгар бұрышымызды ешкелеп турап аламыз. Турап алған болгар бұрышымызды сәбізіміздің үстіне саламыз. Қызанағымызды дәл осындай қылып жіңішкелеп турап аламыз. Аскөктеріміздің ірі сабақтарын қиып тастап, өте майдада қылмай, іріде қылмай, біркелкі қылып турап аламыз. Дайындап алған салатымыздың үстіне 3 ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Салатымыз дайын болды. Енді дайын болған салатымызды банкілерімізге салып аламыз. Арасында ауа қалмайтындай қылып, банкілерімізге салатымызды нығыздап саламыз. Салаттарыңыздың тұзын көруді ұмытпаңыздар. Салаттарыңызды ортасында ауа қалмайтындай етіп банкіге салғанда нығыздап саламыз. Дәл осылай дайындап алған салаттарыңыз қыстың күні кез келген сорпа тамақтарыңыздың дәмін ерекше етеді. Әрбір тамаққа пайдаланған сайын қасықпенен банкінің ішіндегі салатты нығыздап басып қою керек. Сол кезде өзінің сөлінде сақталған көкөністер 5-6 айға шейін бұзылмай, тоңазытқышта тұра береді. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер көп рахмет. Сау болыңыздар.